Қайырлы күн, балалар. Отыра қойыңыздар, рахмет. Барлықтарыңызға тағы да қайырлы күн. Қоңырау соғылды, балалар. Сабағымызды бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын, бір-бірімізге жақсы тілектерімізді айтайықшы, бір-бірімізге тілектер тілейік. Қазір Ксюшадан бастайық, ал Ксюша, сен не тілейсің бізге? Мен сіздерге бақыт тілеймін. Жақсы, рахмет. Дима не тілейді? Астанаңыз ашық болсын. Жақсы, жарайды. Мен сіздерге қуаныш тілеймін. Жақсы, рахмет. Варя? Мен сіздерге жүзіне болуды тілеймін. Өте жақсы. Сергей бізге не тілейді? Мен сіздерге жақсы бағалар тілеймін. Рахмет, жақсы. Камила? Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Жақсы, рахмет. Алина? Алина? Мен сіздерге жақсылық тілеймін. Жақсы, жарайды. Камила мен Алина бізге жақсылық тілейді. Жақсы, София не тілейді бізге? Варя қоқымда жақсы ұқа. Жақсы, Варяға ғана арнады тілекті, жарайды. Ангелина? Мен сіздерге амандық тілеймін. Ой, жаным сол, рахмет, жарайды. Ары қарай Кира? Мен сіздерге позитивті көзқарас тілеймін. Жақсы, жарайды. Ера не тілейді бізге? Мен сіздерге жақсылық тілеймін. Көңіл күй тілейді екен бізге Ера. Ал, Максим, сенің тілегің қандай? Мен сіздерге денсаулық тілеймін. Жақсы, рахмет. Рахмет, балалар, мен де сендерге жақсы көңіл күй, денсаулық, әрқашанда көңіл күйлерің көтеріңкі болып жүрсін. Жақсы, жарайды. Енді бәріміз назарымызды тақтаға аударайық. Сабағымызды бастамас бұрын, сабағымыздың тақырыбын болжаймыз. Тақтадан біз не көріп тұрмыз? Айтыңыз берейікші, Ксюша? Ғарышкер. Ғарышкер. Дима? Ғарыш. Тағы не көріп отырмыз, София? Байқоңыр. Зымыран. Зымыран екен, жақсы. Сонымен қалай көресің, Сергей, біздің тақырыбымыз қандай? Қазақстан, Байқоңыр, ғарыш. Жақсы. Бүгінгі тақырыбымыз, балалар, бәрін дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан, Байқоңыр, ғарыш. Бізді нәтиже сабаққа келіп жеттік. Бүгінгі нәтиже сабағымыздың аты дұрыс айтыңыздар, Қазақстан, Байқоңыр, ғарыш. Сабағымыздың тақырыбын анықтадық. Енді қандай мақсаттар бойынша бүгін жұмыс жасаймыз? Соған тоқталып өтейік, балалар. Бүгін екі мақсат бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші мақсатымыз тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау. Екінші мақсатымыз жазба жұмыстарында, ауызша жұмыстарда себеп салдар, салалас, құрмалас сөйлемдер құрау. Осы екі мақсат бойынша бүгін жұмыс жасайтын боламыз. Енді ары қарай қазір бәріміз аудио мәтінді мұқият тыңдаймыз, тыңдап алайық. Жақсылап тұрып, содан кейін тірек сөздер арқылы жұмыс жасайтын боламыз. Тыңдайық енді. Байқоңыр ғарыш айлағы. Ол Қызылорда облысы Қармақшы ауданының аумағында орналасқан. Іргесі 1955 жылы қаланған. 1957 жылы 4 қазанда Байқоңыр ғарыш алаңына тұңғыш ғарыш зымыраны ұшырылды. Оның аты
мамырдың 23-і сынып жұмысы. Бүгінгі тақырыбымызды жазыңдар. Қазақстан байқоңыр ғарыш деп. Одан кейін тірек сөздер. Тірек сөзді жазып алыңдар. Себебі басқа жұмыс болған кезде сіздерге қажет болады. Қандай тірек сөздер? Ғарыш айлағы, орналасқан, ғарыш зымыраны, айналған, ғарыш полигоны, ұшты, ғарышкерлер күні, мониторинг жүргізді, игерген ел. Осыны жазып қойыңыздар. Шапшаң жазамыз, тездікті. Қазір балалар осы тірек сөздер бойынша жұмыс жасаймыз. Осы тірек сөздерге сүйенулеріңіз болады. Қазір тағы бір рет мәтінді тыңдайтын боламыз. Варя жас болды, Варя жас болды. София жазып отыр, Ангелина, Дима жазып кетті. Жақсы, жазып болдық қой, тірек сөздерді жазып болдық. Енді екіншіден тағы да мәтінді тыңдаймыз, тағы да тыңдайтын боламыз, тағы да мәтінді. Біз артқа қайтып Байқоңыр ғарыш айлағы. Ол Қызылорда облысы Қармақшы ауданының аумағында орналасқан. Іргесі 1955 жылы қаланған. 1957 жылы 4 қазанда Байқоңыр ғарыш алаңына тұңғыш ғарыш зымыраны ұшырылды. Оның аты спутник 1 болды. Спутник сигнал таратып, жерді 1440 рет айналған. Сосын атмосфераның тығыз қабатында жанып кеткен. 1960 жылдың 19 тамызында Белка мен Стрелка өздерінің атақты ғарышқа сапарын жасады. Ал кейін олар әлемге танымал болды. Байқоңыр әлемдегі ең ірі ғылыми ғарыш полигоны болып саналады. 1961 жылы
аяқталдық, иә, енді әрі қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Барлықтарыңыз үлгердіңдер ғой, иә, тірек сөздің бәрін жазып алдық, иә, осы тірек сөзі бойынша жұмыс істейтін боламыз қазір. Әрі қарай. Келесі қазір осы мәтін бойынша сұрақтар қойылады. Яғни сіздер сұрақтарға түсініп жауап берулеріңіз керек. Ол үшін қазір келесі бетке өтетін боламыз. Міне бұл платформасында сіздерге арналған сұрақтар бар, иә, сұрақтарға нақты, жылдамдатып, иә, дұрыс жауап беруіміз керек екен, иә. Сонымен бастаймыз да, қандай сұрақтар бар екен? Бізде ұяшықта. Сонымен тең ортасынан бастайық, иә, 8-ші сұрақтан бастаймыз, ал 8-ші сұрақты көрейік қандай сұрақ екен. Ғарышкерлердің қайсысы біздің жерлесіміз? Ал Дима. Біздің жерлесіміз Татаров Бакиров, ол 1946 жылы Каракаралы ауданында туған. Жақсы. Тоқтар Әубәкіров екен, біздің жерлесіміз Қарқаралыда туды дейді Дима. Көрейік, дұрыс па екен? Дұрыс екен. Жақсы. Ал онда бірінші сұрақты көрейік, қандай сұрақ бар екен? Ал Белка мен Стрелка қай жылы ұшып еді ғарышқа, балалар? Лера? Белка мен Стрелка 1960 жылы 19 тамызда ұшты. Жақсы. Лера 60 жылы дейді. Иә, дұрыс екен. Жақсы. Ал келесі сұрағымызды 3-ші қатардан көрейік. 12-ші сұрақты көрейік, қандай сұрақ екен? Қазақстан қандай ел? Ангелина қандай ел? Қазақстан ғарышты егерген ел. Жақсы. Қазақстан ғарышты егерген ел дейді. Кәне? Шынымен бекен? Иә, шынымен да ғарышты егерген ел Қазақстан. Жақсы. Енді осы 3-ші қатардан 15-ші сұрағымызды көрейік. Кәне, 15-ші сұрақта не дейді? Байқоңыр қайда орналасқан, балалар? Ксюша қайда орналасқан? Байқоңыр Қызылорда облысы Қармақшы ауданының аумағында орналасқан. Жақсы. Қармақшы ауданының аумағында дейді. Ол қай жерде екен, міне мына сұрақ болу керек, иә? Дұрыс айтады Ксюша. Өте жақсы. Керемет. Әрі қарай енді бірінші қатарға көшіп, 3-ші сұрағымызды көрейік. 3-ші сұрақта не дейді? Қазақ ғарышкерлері кімдер бізде, Сергей? Қазақ ғарышкерлері Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов. Айдын Айымбетов екенді. Жақсы. 3-шіміз тұңғыш ғарышкеріміз, Тоқтар Әубәкіров. Жақсы, өте жақсы. Жарайды. Ал енді сол 2-ші қатардан тағы бір ұяшық 10-ші сұрақты көрейік. Кәне, 10-ші сұрақта не дейді? Юрий Гагарин Восток кемесімен қай жылы ұшып еді ғарышқа, балалар? Қай жылы ұшты, кәне ойланамыз? Ал Максим? Юрий Гагарин Восток кемесімен 1961 жылы 12-ші сәуірде ғарышқа ұшты. Иә, дұрыс айтады, 61 жылы адамзат ғарышты егерген күн еді. Иә, жақсы, жарайды. Рахмет, Максим. Өте жақсы, дұрыс. 14-ші сұрағымызды көрейік, кәне. Ал біздің жас ғарышкеріміз Айдын Айымбетов ғарышқа қай жылы ұшып еді? Қай жылы ұшты дейді Сәке? Айдын Айымбетов ғарышқа 2015 жылдың 2-ші қыркүйегінде ұшты. Иә, 2-ші қыркүйекте 2015 жылы ұшты дейді Сәке. Көрейік, кәне. Дұрыс, жақсы, өте жақсы. Әрі қарай көрейік. Ал бірінші қатарда қала берейік, әдемі сан екен. 5-ші санымызды көрейік, кәне. Тоқтар Әубәкіров қай жылы ұшып еді ғарышқа? Біздің тұңғыш ғарышкеріміз Кира. Тоқтар Әубәкіров ғарышқа 1991 жылы 2-ші қазанда ұшты. Иә, 2-ші қазанда 91 жылы ұшып еді, Тоқтар Әубәкіров. Дұрыс айтады Кира, өте жақсы. Жарайды. Ал енді көшейік, 2-ші қатарға көшіп, 6-ші сұрағымызда не дейді екен? Қазақтың тұңғыш ғарышкері кім? Ал Баря? Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров. Тоқтар Әубәкіров екен, жақсы. Дұрыс айтады. Біздің қазақтың бірінші ғарышкері Тоқтар Әубәкіров. Жақсы. Онда біз 9-ші сұрағымызға көшейік. Иә, 9-ші сұрақ. Бұл да Айдын Айымбетов екен. Айдын Айымбетов ғарышта немен айналысты, Алина? Немен айналысқан екен? Оларға Каспий теңіздерінің
жүргізді. Жақсы, дұрыс айтады. Ол Арал мен Каспийді жағдайын зерттеген екен. Дұрыс айтады Айдын Айымбетов. Жақсы, рахмет Алина, өте жақсы. Ал төртінші ұяшықты көрейік. Төртінші ұяшықта не бар екен? Тұңғыш ұшырылған зымыран қалай аталады? Сергей. Тұңғыш ұшырылған зымыран Восток деп аталады. Восток деп аталады. Орбита емес екен, алау емес екен, Восток екен. Жақсы, өте жақсы. Рахмет, Сергей. Жақсы, онда бірінші қатарды бітірейік, екінші сұрағымызды көрейікші. Талғат Мұсабаев ғарышқа осы екінші рет қай жылы ұшып еді? Талғат Мұсабаев ғарышқа екінші рет 1998 жылы ұшты. Жақсы, дұрыс айтады. 98 жылы ұшқан екен. Өте жақсы. Ал екінші қатарды бітіріп тастайық, жетінші сұрағымыз бар екен. Ал жетінші сұрақты көрейік. Талғат Мұсабаев бірінші рет қашан ұшты ғарышқа? Камила. Талғат Мұсабаев ғарышқа алғаш рет 1994 жылы бірінші шілдеде ұшты. Көрейік, кәне, 94 жылы бірінші рет ұшқан екен. Жақсы, Камила, дұрыс айтасың. Жақсы, ал енді соңғы қатарымыз бар, 11-ші сұрақты көрейікші, не дейді 11-ші сұрақта? Қазақ жеріндегі ғарыш айлағы бар екен. Қалай аталады ғарыш айлағы? Алина. Қазақ жеріндегі ғарыш айлағы Байқоңыр. Дұрыс айтады. Бәріміз білеміз, Байқоңыр. Молодец, Алина. Жарайсың, Алина, өте жақсы. Жарайды, 13-ке көшейік. Соңғы сұрағымыз балалар. 12-ші сәуір қандай күн? Камила, қандай күн? 12 сәуір ғарышкерлер күні. Өте жақсы. Дұрыс айтасыздар, сұрақтың бәріне дұрыс жауап берді. Кәне ғарышкерлер күні? Ғарышкерлер күні екен. Сонымен не істедік біз? Біз жеңдік ау деймін, кәне жеңдік пе? Біз жеңдік. Жақсы. Рахмет балалар, сіздердің осы бөлімді тақырыпты меңгергендеріңіз көріп тұр. Өте рахмет сіздерге. Ал енді қарай жалғастырамыз сабағымызды. Сонымен мәтінімізді тыңдап, мәтінді түсініп алдық, жақсылап тұрдық. Енді міне кітаптарға түсініп дұрыс жауап бердіңіздер. Өте жақсы. Рахмет. Ары қарай барамыз. Мәтінмен таныстық, мәтіндегі негізгі ойды анықтау керек. Мысалы, автор не айтқысы келді осы мәтін арқылы, қандай ой осы жерде, қандай ой бар негізгі ой? Ойланайықшы кішкене, қандай ойды айтқысы келді? Автор осы мәтін арқылы бір ойды түйді, бір ойды айтқысы келді. Қандай ойды айтқысы келді? Әрине дәптерлеріңізге жазып алуларыңыз. Содан кейін кішкене ойларыңызды жинақтап, дәптерге жазып, содан кейін маған уақыт береді. Бұл жерде балалар тірек сөзді, жаңа тірек сөзді жазып алыңыздар, орынды қолданып, негізгі ойды анықтаймыз, тірек сөздер арқылы. Дайынбыз ба? Дайынбыз ба? Жақсы. Ал кім айтады? Қандай ой бар екен? Қандай ой айтылған екен? Ал Алина қандай ой айтылады? Байқоңыр ғарыш айлағы. Алина бір ғана немен әдемі берді, Байқоңыр біздің ғарыш айлағымыз. Ангелина? Қазақстан ғарышты игерген. Қазақстан ғарышты игерген ел, әдемі, жақсы. Тағы қандай ой бар, Камила? Қазақ ғарышкерлері де ғарышты бағындырды. Біздің қазақ ғарышкерлері де ғарышты бағындырған екен, жақсы. Сергей, сенде бар ма? Қандай ой бар сенде? Байқоңыр ғарыш айлағы қазақ жерінде орналасқан. Байқоңыр ғарыш айлағы қазақ жерінде орналасқан, әдемі, жақсы. Ксюша? Байқоңыр әлемдегі ең ірі ғылыми ғарыш полигоны. Жақсы, ғылыми ең алғашқы ғарыш полигоны. Варя не дейді? Байқоңыр планетамыздағы ең алғашқы ғарыш айлағы. Бұл енді планетамыздағы, дүние жүзіндегі ғарыш айлағы екен. Тағы да бар ма айтатындарыңыз? Жақсы, дұрыс айттыңыздар, бізге автор осы сіздер айтқан ойды айтпақшы болған екен. Мен де сіздермен келісемін. Жақсы, жарайды. Онда ары қарай жалғастырамыз сабағымызды. Біздің екінші мақсатымыз, себеп салдар құрмалас сөйлемдерді ауызша жұмыстарда, сосын жазбаша жұмыстарда да орынды қолдану. Енді сұрақ. Қандай жалғаулықтары бар себеп салдар құрмаластың? София, қандай жалғаулығы бар?
Өйткені. Кира. Себебі. Жақсы. Сондықтан. Жақсы. Несі? Бізге не керек, е? Қандай қалды? Қандай қалды? Лера? Неге десеңіз. Жақсы. Ксюша, себеп салған құрмаластай тұрады ғой. Жақсы жарайды. Ал көрейік дұрыс айтып па екен. Міне, дұрыс бала, е? Және басқа да жалғаулықтары бар. Негізгі осы төрт жалғаулық, бізде сондықтан, неге десеңіз, өйткені себебі. Ал енді осыған байланысты тағы бір ойынымызды, ойынды да бір жағынан тапсырма, келесі тапсырмамызға көшеміз. Міне біздің себеп салдар құрмаласқа арналған тапсырмамыз, е? Бұл жерде балалар құрмалас сөйлем, екі жай сөйлемнен тұрады, яғни бағыныңқы, басыңқы. Бағыныңқы бөлігі бізде көрсетілген, басыңқы бөлігін дұрыс табуымыз керек. Яғни бірінші сөйлемде екінші сөйлемді дұрыс табамыз. Ал оқып жіберейікші, бірінші жай сөйлем, Сергей. Айдың әңгімесі Қазақстан үшінші ғарышкері, себебі ол ғарышқа үшінші болып ұшты. Өте жақсы, келе ғой, орналасты ғой. Себебі ол үшінші болып ұшқан екен, ал дұрыс па екен, көрейік. Қане көш, дұрыс па? Дұрыс, жақсы жарайды, Сергей рахмет. Ал екінші біздің сөйлеміміз, кім оқиды екінші сөйлемді? Кира оқи ғой. Талғат Бекетдинов Тоқтар Батыровтың ерлігіне тәнті болды себебі. Неге тәнті болды себебі? Ал ойланамыз, Варя? Тоқтар ғарышкер және сынақшы ұшқыш еді. Өте жақсы, келе ғой, орнына қоя ғой. Дұрыс айтасыңдар. Ол тәнті болды. Қалай бұл ғарышкер, өзі ғарышкер, одан кейін сынақшы ұшқыш деп. Өте жақсы, жарайды. Ал ағарай кеттік. Жақсы, кім оқиды кәне? Максим оқышы кәне? Барлық ғарышкерлер байқоңырдан ғарышқа ұшады, өйткені. Неге ұшады? Өйткені. Неге? Бәрі байқоңырдан ұшады. Кәне, қайсы еді ол? Ал, кім? Лера? Байқоңыр ғарышы айлағы. Дұрыс айтасың. Ұшатын себебі келе ғой. Ол біздің ғарыш айлағымыз, дүние жүзінің барлық ғарышкерлер ұшады екен. Ал. Жақсы. Өте жақсы, Лера, отыра ғой. Лера, тексермеді ғой. Отырайды. Дұрыс екен, жақсы. Ал төртінші, кім оқиды екен бізде? Кім оқиды бізде? Неге оқиын деп талпынбайсыңдар? Сәкия оқсын. Талғат Несібаев екі рет ғарышқа ұшты, сондықтан. Сондықтан екі рет ғарышқа ұшты. Сондықтан, ал табамыз Кира. Ол Қазақстан атақты ғарышкері. Сол себепті ол қазақтың атақты ғарышкері. Ал көрейік кәне, Кира. Тексер. Дұрыс, өте жақсы. Рахмет, Кира, өте жақсы. Ал келесі сұрағымызды кім оқиды? Ал оқи ғой, Ксюша. 1960 жылдың 19 тамызда Белка мен Стрелка өздерінің атақты ғарышқа сапарын жасады, сондықтан не болды? Одан кейін не болды? Белка мен Стрелка ұшқасын, София? Олар әлемге танымал болды. Әрине, олар танымал болды. Келе ғой, кәне көрейік, дұрыс па екен көрейік, ал. Дұрыс, әрине дұрыс. Енді соңғы. Ал, кім оқиды бізде? Кім оқыған жоқ бізде? Үңкәр оқышы сен? 12 сәуір ғарышкерлер күні неге десеңіз?
Неге 12-ші сәуір, Ангелина? Бұл күні адамзат ғарышқа ұшты. Қане көрейікші дұрыстай. Өте жақсы, дұрыс айтасыздар. Міне, иә, балалар. Біз жеңдік. Былай істеп қойыңыздаршы, біз жеңдік. Біз дұрыс жауап бердік, дұрыс жақсы. Ал енді келесі тапсырмамызға көшейік. Біз сонымен не істедік? Дескриптор бойынша себеп салдар салыстырмалы сөйлемнің жалауыптарын біледі екенбіз, өте жақсы. Одан кейін жаңа ғана салаластырмалы сөйлемнің екінші басыңқы сөйлемін дұрыс таптық. Жақсы. Ал енді келесі тапсырма. Мәтіннен таныстық, қандай ақпарат сіздер үшін тың болды? Тың ақпарат немесе маңызды болды? Ол үшін мынандай зымыран бар. Қайда біздің зымыран? Осы зымыранға жазамыз, сіздер үшін әрқайсыларыңыз үшін қандай ақпарат маңызды? Ал уақыт беремін. Ал ойланып жазды. Тірек сөздерді қолданыңыздар. Тірек сөздеріңіз бар. Ал кімге қандай ақпарат маңызды болды екен? Маған да қызық негізінен. Кімге қандай ақпарат маңызды болды екен? Дайынсыздар ғой деймін, мына жақпаларға үшінші қатарда болған екен. Жарайды, онда аяқтаймыз, жұмысымызды аяқтаймыз. Ал сонымен қандай ақпарат маңызды? Сергей, саған қандай ақпарат маңызды? Байқоңыр жердегі ең ірі ғылыми полигон. Ғылыми полигон, әлемдегі ғылыми полигон екен. Қане беріп жүр? Жақсы. Бұл Сергейдің маңызды ақпарат екен, бұл Сергей үшін маңызды ақпарат болды. Жақсы. Жарайды. Әрі Алина, сенде қандай маңызды ақпарат бар? Ғарышқа ұшты. 3 ғарышкер ғарышқа ұшты, дұрыс айтасың, дұрыс. Әрі қарай Кира Оқимер, сенде қандай ақпарат болды? Байқоңыр Қызылорда облысында орналасқан. Байқоңыр Қызылорда облысында орналасқан екен. Жақсы, жарайды. Бұл сіз үшін маңызды ақпарат болды, жақсы. Сәкияда қандай ақпарат бар? Қазақстан ғарышты игерген ел, жақсы, өте жақсы, кәне, жарайды. Ал Іңкәрда қандай маңызды ақпарат бар екен? Юрий Гагарин ғарыштан шамамен 2 күнде болды. Бұл сен үшін маңызды ақпарат болды, жақсы. Бері қарай бере сал, тақтарын қойайық. Сіздердің маңызды ақпараттарыңызды жақсы, қазір жалғастырамыз. Ал келесі кім бізде оқыған жоқ тағы? Қазір Лераны тыңдайықшы, Лераның маңызды ақпараты не болды екен? Қандай ақпарат маңызды болды екен? Карский теңіздерінің экологиясына мониторинг жүргізді. Айдын Айымбетов мониторинг жүргізгені бұл Лера үшін маңызды ақпарат екен, жақсы, жарайды. Әрі қарай кім оқыған жоқ бізде? Ал Ксюша оқи бер. Спутник бірінші жерде 1440 рет айналған. Қараңыздаршы, спутник, тек қана спутник, зымыран. Қанша айналды дейді? 1340 рет. Көздерін елестетіңдер, айналып кеп, жарылды, жарылып кеткен екен. Жақсы, Ксюша өте жақсы. Ол сен үшін маңызды ақпарат болды, жақсы, жарайды. Ары қарай Симонға қандай маңызды ақпарат бар екен? Талғат Мұсабаев ғарышқа 2 рет болды. Мұсабаев 2 рет болған екен, сен үшін маңызды ақпарат. Бірінші рет беріп отыр екен, Дима 2 рет ұшқан екен. Жақсы, жарайды. Варяда қандай ақпарат бар? Талғат Мұсабаев елдің ұшу 9-ші ғарышкері.
Ya 309-шы бүкіл әлем бойынша да 309-шы ғарышкер. Қазақстанда нешінші ғарышкер ол? Талғат Мұсабаев. Қазақстанда нешінші ғарышкер? Ал айтыңдаршы. Сергей, Талғат Мұсабаев Қазақстанда нешінші ғарышкер? Екінші ғарышкер. Бүкіл дүние жүзі бойынша 300 нешінші ғарышкер бар? 300 нешінші ғарышкер дедің жаңа? 304-ші ғарышкер ғой, жаңа өзің айтқан жоқсың. 304-ші ғарышкер. Жақсы жарайды. Ал кім оқыған жоқ өзінің ақпаратын? Айтыңдаршы қайда? Кім оқыған жоқ? Ал оқи ғой сен. Камила оқыған жоқ да, кім оқыған жоқ? Белка не стрелка, иттер ғарышқа ұшқан екен. Жақсы. Максим. Байқоңыр планетамыздағы ең алғашқы ғарыш айлағы. Планетамыздағы, да? Қазақстанда емес, барлық планетамыздағы ғарыш айлағы екен. Жақсы, перевой, енді ақпаратты жақсы, дұрыс айтасың. Жарайды, қазір Ангелина ма, қазір Бакиров Қазақстан тұңғыш ғарышкері. Жақсы, тұңғыш ғарышкері, ол тоқтар Әубәкіров дейді. Бұл Ангелина үшін маңызды ақпарат болған. Жарайды, жақсы. Жарайды. Қазір мен орналастырып алайын бұларды. Жақсы, сонымен не барлық сіздер үшін да осы мәтінді оқып, игергеннен кейін, жалпы қарауды өткеннен кейін біз осындай маңызды ақпараттарды білдік дедіңіздер. Жақсы. Жарайды. Барлықтарыңызға рахмет. Ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Ары қарай енді қорытындылаймыз. Ол үшін біз Синклейн құрамыз. Синклейнге негізінен екі сөз бердім. Тұңғыш ғарышкер Байқоңыр. Бірақ өз еріктеріңіз. Айдын Айымбетов деп құрасыздар ма? Юрий Гагарин деп құруға болатын шығар, Талғат Мұсабаев, сондықтан өз еріктеріңізбен тақырып таңдап алғаныңызға болады. Ол үшін стикерді аламыз. Стикерға нөмірлейміз, 1, 2, 3, 4. Ең бастысы балалар. Сөйлем ғой, 4-ші сөйлем, себеп салдар салалас болу керек. Түсіндіңдер ғой? Сөйлем, себеп салдар болу керек. Алып кеттік, жұмысқа кірсеңіз. Шапшаңдатып жазамыз, балалар. Қандай сөз алдым деймін? Айдын Айымбетов, сен не деп алдың? Байқоңыр деп алдың, әдемі. Мұсабаев құлаған. Байқоңыр дейді. Тоқтар Әубәкіров дейді кері. Біздің Сәкия қызымыз Юрий Гагарин деп алған екен. Байқоңыр дейді. Жақсы. Ангелина не деп алдың? Тоқтар Әубәкіров. Керада. Второй, екен жақсы жарай сағал. Өте жақсы. Қазір Синклейндерімізді оқимыз, оқып қорғаймыз, не жазған екенімізді. Сосын оны да тақтаға іліп қоятын боламыз. Сергей болды ғой дейді, Сергей болды. Жақсы, күте тұрсек не қазір бәрі болсын. Сосын оқып бастаймыз. Ал болды, онда. Болдық, жұмысымызды аяқтаймыз. Ал Сергей бірінші болды ғой, Сергей оқи ғой. Талғат Мұсабаев. Қатты оқыш. Екінші батыл. Үшті серіктері. Сөйлем. Талғат Мұсабаев екінші ғарышкер, себебі ғарышқа екінші болып ұшты. Ассоциация? Ғарышкер. Ассоциация ғарышкер. Өте жақсы. Сергей өзің ілші мына жерге. Тақтаға ілші мына жерге. Жақсы, жарайды. Жақсы.
Жақсы. Екінші кім оқимын дейді, София оқи бер. Юрий Гагарин, Қатты оқышы. Юрий Гагарин, Бақыл. Юрий Гагарин, Шкеш, себе Гарышка, Алыш, Ушка, Ассоциация? Бірінші ғарышкер, өте жақсы. Екінші отырды. Жақсы. Тағы кім оқимын деп отыр? Ксюша болды ма? Ой, Ксюша. Байқоңыр қуаты ғарышты іске қосады, бағындырады. Байқоңыр ғарыш айлығы себебі бұл жерден ғарышқа ұшады. Ассоциация? Ғарыш айлығы. Ғарыш айлығы. Керемет, жақсы. Ксюша мәжберге ой. Жақсы. Камила оқсын. Второй Бакиров, Римши Батыл, Ушты Еды, Казахстан Махыш Гарышкери, второй Бакиров. Жақсы. Сөйлем дұрыс, сөйлем. Төртінші оқыш. Тыңдамадым. Төртінші. Казахстан Махыш Гарышкери, второй Бакиров. Себебі? Мен сендерге айттым ғой, төртінші, Камилада кішкене болмай қалды. Тоқтар Абубакір, себебі ғарышқа бірінші ұшты. Себебі ғарышқа бірінші ұшты. Ары қарай жалғастырып кетсін керек Камила. Жарайды, жақсы, жарайды. Ары қарай кім бізде Анкар оқи бер. Байқоңыр дүниежүзілік ұшады жүріп, Байқоңыр ғарыш айлығы себебі бұл жерден ғарышқа ұшады. Ғарыш айлағы. Ғарыш айлағы не бізде? Ол не ғарыш айлағы? Аты қалай? Аты? Ассоциация болды, Байқоңыр ғой ол, ғарыш айлағы. Жақсы. Варя оқы. Екінші Батыл ақылды, үшінші ұшып кетті оқыды. Төртінші Талғат Мұстафа екінші ғарышкер, себебі ғарышқа екінші ұшты, бесінші ғарышкер. Бесінші ғарышкер. Говори ғарышкер. 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 Жақсы, жарайды. Жарайды, мына қазір алайық. Одан кейін Кираны тыңдаймыз ба? Ал Кира оқи бер. Тоқтар Абубакиров, Батыл, Ушты, Шықты, танымал болды. Тоқтар Абубакиров өте батыл адам, өйткені ол ғарышта болған ғарышкер. Ғарышкер, ассоциация ғарышкер. Енді жақсы. Лера оқи бер. Второй Бакиров, Батыл Атакты, Ушты Оқыды, второй Бакиров Сетибатыл, Эдіне Оқарышқа болған ғарышкер. Тоқтар бер. Тоқтар Абубакир. Жарайды. Ары қарай Максим, ал Макс оқи бер. Байқоңыр атақты беделді, дайындалды, еске қосты. Байқоңыр ғарыш айлығы себебі бұл жерден ғарышқа ұшады. Ғарыш айлығы. Ғарыш айлағы өте жақсы. Жақсы сен қойын. Жарайды, Ангелина оқымады-ау дейме? Ангелина оқышы сен қойынды. Тоқтар Абубакир, ұшты кетті, ғарышқа ұшты меңгерді. Тоқтар Абубакир біздің Жерлесіміз. өйткені ол қарқаралы туған ғарышкер. Ғарышкер. Себебі ол Қарқаралыда, қайда? Қарқаралыда туған, Қарқаралыда туған. Жақсы, кім оқымады? Дима оқымады, ал Дима? Айдина Имбетов, жас атақты, ұшты зерттеді. Айдина Имбетов Қазақтың үшінші ғарыш. Ғарышкері. Себебі? Қазақ ғарышкері. Сенде ғана сөйлем дұрыс болмақ екен, жарайды. Ассоциация? Қазақ ғарышкері. Қазақ ғарышкері. Камилада Дима түсінбеді ма? Білмеймін, себеп салдан сөйлем болу керек еді. Жақсы, ал Алина? Байқоңыр қазақша маңызды. Іске қосады қалпына меңгереді. Бұл біріктіреді. Байқоңыр ғарыш айлығы Қазақстанның маңызды стратегиялық нысаны болып табылады. Ғарыш айлығы. Сенде де себеп салдар болу керек. Себебі, сондықтан, сондай болу керек қой, сонымен Дима, Камила, Алина біздің төртінші негізгі орындалар. Дегенмен де жақсы, өте жақсы. Себебі сөйлем құрастырылған, келесіде мұқият тыңдауымыз керек екен, оқушылар, жақсы. Міне балалар, сабағымыздың соңына да келіп жетті. Енді кері байланыс жасаймын, Кері байланыс үшін сіздерге мынандай блок ағашы дейді, Сіздер осы бөлімді
меңгеру барысында бүгінгі сабағымыз бойынша егер сіздер қосымша ақпарат алсаңыз, бәрі түсінікті болса, сіздер игерсеңіздер, онда сіздер үстіңгі жағында белгілейсіздер. А егер ештеңе меңгере алмадым десеңіздер, төменгі жағын белгілейсіздер, сол бір білгім келеді сіздер осы қарауды қалай меңгердіңіздер. Сонымен бояңыздар, сіздер қай сатыдасыздар қазір? Бояймыз. Құлап атсаңдар айтыңдар, құлап атырмыз, түк түсінбей жатырмыз. Бірақ та, кішкене әсіреп жатырмын. Дегенмен де жақсы жауап беріп жатырсыздар. Меңгергендеріңіз көрініп тұр. Жақсы. Ал барлықтарыңыз көрсетіп барсыздар. Маған беріңіздер, şimdi жинап алайын. София мен Ангелина өте жақсы түсінген екенбіздің сабағымызда жарайды. Ал біздің Камила мен Алинамыз қай жерде екен, олар да жоғарғы жақта орналасқан екен. Жақсы. Сіздер ал сіздер не деп жатырсыздар? Біздің Лера мен Кира қызымызда жоғарғы жақты белгілеген өте жақсы. Сергей мен Максимдарымыз қай жерде екен? Міне көріп отырсыздар, міне жақсы. Мен осы блог ағашы бойынша сіздердің осы тақырыпты жақсы меңгергендеріңізді көріп отырмын. Міне Ксюша қызымыздың белгілегені, Дима жақсы, Дима дұрыс айтасың, жарайды. Біраз нәрселер болған түсінбеген жарайды. Жақсы, жарайды. Біздің Варямыз қай жерде екен, көрдіңдер ма? Варя қай жерде қаншалықты ерген екен, міне іңкәрдің белгілеген. Жақсы балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Рахмет сіздерге.